Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін өлкетану сабағын бастаймыз. Сабаққа дайынсыздар ма? Онда сабаққа кіріспес бұрын өзіміздің көңіл күйімізді көтеріп алайық. Барлықтарыңды ортаға шақырамын. Оқушылар, бұл гүл сендерге таныс па? Бұл қандай гүл? Маринкорин немесе қызылгүл деп айтамыз, иә? Қазақша атауы тау шымылдығы деп аталады. Міне сендер суреттерде көріп отырсыңдар, өзіміздің өңірде өсетін гүл тау шымылдығы. Бұл тау шымылдығы қызыл кітапқа енген. Білеміз бе? Онда қазір мен осы гүлді сендердің қолдарына беремін. Ал оқушылар онда бір-бірімізге дәл осындай әдемі гүлдей тілегімізді айтайық. Осы гүл шоғын бірге жұмыс жасайық. Осы гүлге қарағандай өзгерді. Осы гүлдің құбары сияқты мықты белсенді қалсақ, бүгінгі сабағымыз сәттілік тілеймін. Апай, бізге осы сабақты сәттілік тілеймін. Жақсы балалар, онда мен де сендерге сәттілік тілеймін. Сабағымыз өте қызықты, нәтижелі болады деген ойдамын. Ал енді балалар, бұл тақтадағы келген сөздер сендерге таныс па? Мұражай, жәдігер, артефакт дегеніміз не? Кім біледі қане? Кім жауап береді? Әйгерім? Мұражай, жәдігер, артефакт дегеніміз артефакт. Ол бұрынғы заманда қолданылған заттар. Археологтар бұрынғы заманда қолданылған заттарды алғанда оларды артефакт деп атайды. Ал сол артефакты мұражайға салады. Мұражайда сол артефакттар, жәдігерлер тұрады. Жәдігер деген бұрынғы ата-бабадан бара жатқан мұра. Жақсы, жаңағы жәдігер артефактың барлығы қайда сақталып тұрады? Мұражайда. Мұражайда сақталып тұрады. Жақсы, Әйгерім, жарайсың. Екінші сұрағымыз. Қарапайым заттан мұражай жәдігерінің айырмашылығы неде? Олардың айырмашылығы жәдігер ол өте күнде кездеспейтін зат. Ол және ата-бабаларымыздан қалатын заттар. Ал жай заттар олар бәр жерде кездесе алады. Ал жәдігерлерді ол заттар өте аз болуы мүмкін. Және де кейбіреуді болмауы да мүмкін. Қарапайым заттан оның көп айырмашылығы бар. Айырмашылығы бар деп ойлайсың. Жақсы, жарайсың. Назерке. Енді сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өлкетану мұражайы және тарихи жәдігерлер деп атайды. Сабағымыздың мақсаты тарихи мұраны жеткізудегі мұражай мен жәдігердің рөлін білу. Сонымен бірге оқушылар, жаңағы аталған жәдігер артефакттан басқа тағы мынандай сөздермен танысамыз бүгін сабақта. Экспозиция, экспонат немесе жәдігер, жаңағы Әйгерімнің орысша тілде айтылған. Жәдігер деген қазақ тілінде айтылған. Экспозиция келушілердің назарына белгілі бір тақырып бойынша ұсынылған мұражайдың жинақталған жәдігерінің көрмесі. Экспонат жаңағы айтып кеткендей көрмеге немесе экспозицияға қойылған зат. Енді балалар мына бейне роликке назар аударайық. Мұражайлардың бірнеше түрі болады. Үлкен және тарихи, сәулет және техникалық, жануарларға арналған немесе тіпті аспазитте жіктеледі. Мұражайдың ерекше түрі өлкетану мұражайы. Мұнда қойылған жәдігерлер сол өлкенің тарихы, табиғаты және мәдениеті туралы шешіледі. Шығыс Қазақстан облысында осындай ірі мұражай бар. Ол Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайы және Абай облысындағы Семей қаласындағы облыстық тарихи өлкетану мұражайы. Сонымен қатар Риддер қаласындағы және Шамонайха жоғарғы Үбі ауылындағы өлкетану мұражайлары да ерекше танымал. Сендер музей, мұражай сөзінің барлық әлемнің қазіргі тілдеріне жерді Грекиядан келгендерін білетін шығарсың.
2000 жылдан астам бұрын ежелгі Грекияда молдаларға әртүрлі ғалымдар мен өнерді қорғаушы әйел байларға арналған храмдарда осылай атаған. Бірақ кейінірек мәдени бағалы заттар мен ғимараттардың жиынтығы немесе коллекциясы музей деп атай бастаған. Мұражайға қойылатын зат ғылыми қиянат көрсетіліп, оның жасы, шығуы және мақсаты анықталғаннан кейін ғана жәдігерінде анықталады. Заттай тарихи деректерді сақтайтын мұражайлар қызметкерлері, қорды сақтаушылар, суретші реставраторлар мәдениет пен тарихи ескерткіштерін, бүлінген немесе жойылған бөліктерін қайта қалпына келтіріп жаңартады. Экскурсия жүргізушілер мұражайға келушілерді ондағы жәдігерлермен және көрме материалдарымен таныстырады. Жақсы балалар. Енді сол мұражайларды біз үйде отырып жаңағы виртуалды көруімізге болады. Міне, қараңдар. Оны арнайы өзінің басатын кнопкалары бар, сол бойынша жүріп отырасыңдар, қараңдар. Бұл сияқты өлкетану мұражайлары біздің мектебімізде де бар. Қазір сол мектептегі өлкетану мұражайына саяхатқа барамыз. Балалар, міне біздің мектепші өлкетану мұражайы. Бұл мұражай 5 бөлімнен тұрады. Бұл бөлім бізде Ұлы Отан соғысына арналған. Бұл бөлім мектеп тарихы мен ауыл тарихына арналған. Және бұл бөлім бізде этнография бөліміне арналған. Мына жақтағы бөлім бізде ауған соғысына арналған. Мен осы бөлімді ерекше назар бөлім деп тұр. Бұл суретте сендер Қанат Бөкетовтың бейнесін көріп тұрсыңдар. Бұл Қанат Бөкетов туралы білесіңдер ме балалар? Бұл өзіміздің Қойтас ауылының тумасы. Ауған соғысына қатысып, ерлікпен қаза тауып, ауған соғысынан олармен қалды. Оқушылар, бүгінгі өлкетану сабағымыз аяқталды. Соған байланысты кері байланыс берсек. Бүгінгі сабағымыз қызықты өтті ме? Қандай жаңа мағлұматтар алдыңдар? Апай, келесі сабақта виртуалды саяхатты қарауға болады ма? Жақсы. Наргиз, келесі сабақта осы Қазақстанда орналасқан басқа да мұражайларға виртуалды саяхат жасаймыз. Біз Қанат Бөкетов туралы үйрендік. Оның жасаған ерліктерін, қай жерде туғанын, қалай қаза тапқанын. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келіп қатысқандар